көңілдерін құрып, әдемі көңіл күй құрып алайық, иә? Бәріңді тақтаға шақырам. Келе қойыңдар. Құрметті оқушылар, бүгін біз Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян поэмасының 3-ші сабағына да келіп жеттік. Бүгінгі сабағымызды көңілді, әдемі мақсатымызға жетіп өткізу үшін бір-бірімізге рухты тілек айтып, өзіміздің рухымызды көтеріп қояйық. Саған бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін, жұлдызың жансын. Рахмет. Ержігіт дулығадай мықты бол. Данил, ашпаның ашық болсын. Мен саған сәттілік тілеймін. Осы сабақты сәтті өткізуіңе тілеймін. Бүгінгі сабаққа сәттілік, бүгінгі көңіл күйің керемет болсын. Армандарың орындалсын. Алина, бүгінгі көңіл күйің керемет болсын. Бүгінгі сабақта жақсы баға ал. Алижан, менің атым Алихан. Алихан Бөкейхан сияқты намысшыл бол. Ерсұлтан, саған көлдей көңіл тілеймін. Нұрдәулет, бүгінгі сабақта саған сәттілік тілеймін. Алина, саған аспаның ашық болсын, ақылды бол. Еркежан, бүгін күнің сәтті болсын. Зарина, саған зор денсаулық тілеймін. Мерей, бүгінгі күнің жарқын болсын. Аяулым, аспаның ашық болсын. Рахмет. Аржан, бүгінгі күнің сәттілікке толсын. Бүгінгі сабақтан 5 алуыңды тілеймін. Бүгінгі күнің сәттілікке толсын. Алтыңа мақсат қойып, сол мақсатыңа жете бер. Бүгін сабақта қобалжымай жақсы бол. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың мақсаттары орындалсын. Рахмет, Ғалымжан, көп-көп. Осындай керемет көңіл күймен сабағымызды бастайық. Ол үшін мына сандықшадағы сауыт саймандардан келіп алайық бір-бірлеп. Ал, тыңдап тұра беріңіз. Қалқан алған оқушылар, қалқан тобына жайғасаңыз. Дулыға алған оқушылар, дулығаның тобына келеміз. Және садақ пен жебені алған оқушы, садақ пен жебеге барып топтасамыз. Жылдамдатайық. Алып отыра береміз. Керемет, балалар, жылдамдатамыз. Ал, олай болса топтасын алды. Ал, балалар. Олай болса, балалар, біздің бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз өткен сабақты еске түсіріп алайық. Ол үшін бізге автор, яғни Мағжан Жұмабаев сендерге арнап хат жазған екен. Пошта жәшігін ашып, осының ішіндегі хаттарды өздеріңе таратып берейін. Мына хаттардың ішінде өздеріне арналған Мағжан Жұмабаев атамыздың сөздері бар. Сол арқылы өткен сабақты пысықтап өтейік. Мен қазір таратып берейін. Сол арқылы жауап беруге тырысамыз. Тез-тез хаттарды ашайық. Хаттардың ашып болғаннан кейін дайын болсақ қолымызды көтереміз бірден. Қаны? Бірінші Аружанға түсті. Аружан, қандай хат келіпті? Дауыстап оқи ғой. Мағжан Жұмабаев атамыздан хат. Амансың ба, жас ұрпақ? Құрметті Алашымның ұрпақтары, менің Батыр Баян атты поэмамды оқыған боларсыңдар. Сол поэма бойынша өзіңе сауалдарым бар. Сол сұрақтарыма жақсылап жауап берсең, батамды берейін. Мен сендерге сенемін. Поэманың қысқаша мазмұнын айт. Жақсы. Поэманың қысқаша мазмұнын сұрапты. Ал айталық. Поэманың қысқаша мазмұны Мен бірден ескертіп кетейін осы жерде, иә? Егер көмектесем деушілер болса, осы топтан немесе басқа топтардан көмектесуге болады. Поэманың қысқаша. Аха, айталық. Мырзада, айталық. Бұл поэманың басты қысқаша мазмұны қалмақ пен қазақтың арасында кішкене қақтығыс болады. Сол кезде Баян батыр ол қалмақтардың еліне барады да, өзі бір қызды жақсы көріп қалып, 14 жастағы бір қызды қазақ еліне алып келеді. Сол кезде қазақ еліне келгенде
Баян батырдың Ноян деген інісі болады. Сол Ноян деген інісі жаңа қалмақтың қызын ағасы алып келген. Соны жақсы көріп қалады. Өте жақсы. Ал сол қалмақтың қызы да екеуі жасты болады. Біреуі 14-те, біреуі 15-те. Бір-бірін жақсы көріп қалады. Сосын екеуі сырласып отырғанда айтады қалмақ қызы. Егер мені шын жақсы көрсең, мені өзіңе екеуміз қашайық дейді. Сол сәтте Ноян, мен сенімен қай жаққа болса да қашуға дайынмын. Қай жаққа қашамыз дегенде қалмақ қызы, менің еліме қайтайық. Анама сөз бергенмін, қайтып келемін деп. Менің еліме қашайық дейді. Сол кезде екеуі қашуға бел буып, екі атты алып қашып бара жатқанда Ноянға хабар келеді. Баянға хабар келеді. Осы сіздің іні бауырыңыз бен қалыңдығыңыз қашып бара жатыр дегенде Ноян ашуланып арттарына түседі. Жылдам шауып, қуып жетіп алып, өкінішке орай екеуін де өлтіреді. Садақпен өлтіреді. Жақсы. Қысқаша мазмұны осылай өрбіген болады. Нұрзаданың айтқанына алып қосарыңыз бар ма? Мен осы жерін айтайын деп едім деп. Бар ма? Жоқ, иә? Шынымен де Нұрзада бізге қысқаша мазмұнды айтып берді. Соңында Батыр Баянның өзі де Алаш елінің жолында, сол елдің тәуелсіздігінің жолында құрбан болып, өзі де қайтыс болады. Олай болса Нұрзаданы бағалап қояйық. Жақсы, келесі хат кімге түсті екен? Кімге келді екен? Алихан, тұра. Мағжан Жұмабаев атамыздан хат. Амансың ба жас ұрпақ, құрметті алашымның ұрпақтары. Менің Батыр Баян атты поэмамды оқыған боларсыңдар. Сол поэма бойынша өзіңе сауалдарым бар. Сол сұрақтарыма жақсылап жауап берсең, батамды берейін. Мен сендерге сенемін. Сұрақ: Батыр Баян оқиғасы неден басталады? Жақсы, оқиға, енді оқиға нақты неден басталды? Батыр Баян оқиғасы Батыр Баянның қалмаққа қарсы жорықтарында бір сұлу қызды, Құралай атты бір сұлу қызды көріп, соны қазақ еліне алып кету туралы, және де оны 15 жасты Батыр Баянның Ноян деген інісі оны жақсы көріп, қайттан қалмақтар еліне қызбен бірге кетіп қалу туралы. Иә, жақсы, жарайсың. Біз келсеңіз ба? Осымен? Иә. Жарайсыңдар. Келесі хат кімдеге жылдамдатсақ. Тұра алады. Нұрзада да кел. Мағжан Жұмабаев атамыздан хат. Амансың ба жас ұрпақ, құрметті алашымның ұрпақтары. Менің Батыр Баян атты поэмамды оқыған боларсыңдар. Сол поэма бойынша өзіңе сауалдарым бар. Сол сұрақтарыма жақсылап жауап берсең, батамды берейін. Мен сендерге сенемін. Ер Баян біздің елге барған еді. Көп қойға көкжал ойран салған еді. Қай кейіпкердің сөзі? Бұл Ер Баян біздің елге барған еді деген қалмақтың қызы, яғни Құралайдың Ноянға айтқан сөзі. Жақсы. Сол жерде мені үстіртіктің алып кеткен деп тұрып айтқан болатын. Иә, жақсы, жарайсың. Мен жауап берген оқушыларға қалқан тарата отырайын. Бұл білім қалқаны. Қазір осы арқылы сабақтың соңында бағалайтын болады. Жаңа бізде бірінші сұраққа, Нұрзада екі сұраққа жауап берді. Алиханға бере ғой. Так, тағы да кімге хат түсті? Абылай, тұра. Мағжан Жұмабаев атамыздан хат. Амансың ба жас ұрпақ, құрметті алашымның ұрпақтарым. Менің Батыр Баян атты поэмамды оқыған боларсыңдар. Сол поэма бойынша өзіңе сауалдарым бар. Сол сұрақтарыма жақсылап жауап берсең, батамды берейін. Мен сендерге сенемін. Поэмада қай тарихи оқиға суреттеледі? Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасы поэмада бейнеленеді. Жақсы. Өте жақсы. Балалар келсеңіз бір жауап. Абылай ғана бір қалқан беріп қояйық. Ал, тағы да кімде хат бар? Тұра ғой, қыздар. Мағжан Жұмабаев атамыздан хат. Амансың ба жас ұрпақ, құрметті алашымның ұрпақтары. Менің Батыр Баян атты поэмамды оқыған боларсыңдар. Сол поэма бойынша өзіңе сауалдарым бар. Сол сұрақтарыма жақсылап жауап берсең, батамды берейін. Мен сендерге сенемін. Сұрақ: поэмадағы тарихи тұлғаларды ата. Поэмадағы тарихи тұлға ол өзіміздің ақ киізге көтеріп,
алынған Абылай ханымыз. Хан сайланған Абылай хан. Абылай хан қалмақтармен соғыс кезінде жеңіліс табады. Себебі бас кейіпкер Батыр Баян Абылай ханның рұқсатын алмай 100 қазақ әскерімен қалмақтарға соғысқа аттанып, олардың қолынан қаза табады. Содан кейін қалмақтар оның басын найзамен көтеріп қатты қуаныштарын енді біздің нақты сұрағымыз тарихи тұлғаларды атаңдар деген. Біз Абылай ханды айттық. Тағы да кім бар еді? Кім айтады басқа тұлға? Абылай? Ноян, Баян және Құралай деген қыз. Жақсы, олар ең басты кейіпкерлері. Мен тарихи тұлғаларды сұрадым. Батыр Баян. Батыр Баянды айттық. Тағы да кім бар? Жырды толық оқысақ біз білеміз оларды. Қанжығалы. Айтамыз? Қанжығалы Бөгенбай бар. Тағы да? Шапырашты Наурызбай бар. Тағы да? Жақсы балалар, бұл біздің 4-ші сабағымызда ары қарай толықтырып кететін сабағымызда тағы да айтып кетеміз. Кәусар жақсы отыра ғой. Жауабыңа рахмет. Олай болса, біз жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздағы оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкердің типтерін жасау тәсілдері тұлғасынан анықтау. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы бейнесін анықтау және талдау. Көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін салыстырып, баға беру. Кейіпкерлер бейнесін ашып, үзіндіні мәнерлеп жатқа айту. Сабағымыздағы бағалау критерийлеріне тоқталатын болсақ, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен бейнесін анықтайды және талдайды. Кейіпкерлердің бейнесін салыстыра отырып бағалайды. Шығарма үзіндісін түсініп, мәнерлеп жатқа оқиды. Көркем шығармадағы кейіпкердің типтерін жасау тәсілдері тұлғасына анықтау. Яғни біз өздерінің тақтада көргендей, осы шығарманың басты кейіпкерлерімен жұмыс жасайтын боламыз. Алдымызда тұрған постерге ыңғайланып отырсақ, кітаптарды жинап, карталарды босатсақ, қазір мен үш қатарға сұрақ қою арқылы кейіпкерлерді таратып беретін боламын. Олай болса, біз келесі кезегімізді кейіпкерлерге мінездеме беруден бастайық. Мен қазір мынаны кейіпкерлер көріп тұрған жоқпын. Алдарына тастаймын. Осыны мына плакаттың бетіне тапсырамыз және постер қорғаймыз. Постер қорғауды, кластер жасауды білеміз, иә? Жақсы. Ал мен сәтті өтейін. Құрасына жақсыңдар. Кластердің ортасына шетіне шығарамыз. Әдемілеп қорғаймыз. Жазуларын көрнектілей болсын. Уақыт берілді балалар, сәттілік тілеймін. Өз ағамыз бұдан беріп болған. Балалар, бұл тапсырманы орындағандарың үшін 3 балдан аласыздар. 3 бал аласыздар.
бағаларыңызды береміз. Екі топ, Садақ пен Жебе және Дулыға топтары, сіздер бағасын бересіздер. Бізге қалмақтың қызы құралай түсті. Бұл қалмақтың қызы біздің елде жүргенмен өз елін аңсаған. Және сол мақсатын іске асыру үшін ноянды сатқындыққа итермелеген. Яғни ол сатқын, айлакер, сұмырай, тілге шешен, өтірікші. Және де ол жырда 14 жаста болған. Ол осы Баянның інісі Ноянмен бірге сол қалмақ жеріне қашып кетпек болу үшін ол Ноянды алдағысы келді. Және де ол өте сақ, және де сыр бермейтін, және де ол Ноянды өзінің сұлулығымен өзін көрсетті. Өте жақсы балалар, біз енді осы бірінші топтың қалқан тобының жұмысын бағалап кетсек. Я? Керемет, өте жақсы мәліметтерді толық қамтыды деп ойлаймын. Олай болса, осы қалмақтың қызы Құралай туралы жырда қалай айтылған екен? Кім айтып берем дейді? Мырзада айта ғой. Ер баян біздің елге барған еді. Көп қойға көк жал ойран салған еді. Бөбегін шырылдатып ап кеткенсе, ата-анам жылап зарлап қалған еді. Сорланам көкірегін көкке сауып, қан жылап мен бір ант алған еді. Ол анты елдің шетін анам бетін, бір көрмей қосын елге барма деді. Анама сөзім анам өзім мынау, жас Ноян жүгінемін ердеп сені. Керемет, бағалап кетейік. Олай болса, кезекті Садақ пен Жебе тобына берейік. Отыра қойыңдар балалар. Керемет. Қалқандарымызды алайық. Ал, дайынбыз ба? Я дайынбыз. Жақсы, бастаймын. Батыр Баянның інісі Ноян. Батыр қалмақ қызына ес-түссіз ғашық болған. Өз ағасының қолынан мерт болып, себебі ол ағасы оның сатқындықтан емес қызғаныштан өлтірді. Елінің абыройын ойламайтын кейіпкер. Қалмақ қызмен өзге елге ғашық болып кеткен, елінің ағасының жағдайын ойламаған, өз елінің сатқыны, Батыр Баянның туған інісі. Жақсы. Ал қосатынымыз бар ма? Ал олай болса, бізге кім айтып берем дейді Ноян туралы? Жас Ноян қызды көріп от боп кетті, көздері қызыл жалын шоқ боп кетті. Жер мен күн, ай жұлдызды тұман басып, бір қыздан басқа нәрсе жоқ боп кетті. Келді де қызға жалын сөздермен, шығарды жан ұшырып іштегі өртті. Бір күйіп, бір суынып, бір елжіреп, біресе жас баладай жасын төкті. Ал Садақ пен Жебе тобының жұмысына баға беріп кетейік онда. Рахмет. Қалқаншаларымызды ала қойып. Қалқанға бересіңдер. Жақсы. Келе қойыңдар. Дулыға тобы. Ал, сіздерге кім түсті? Бізге Батыр Баян түсті. Басты кейіпкер Батыр Баян. Батыр Баян 1710-1757 жылы өмір сүрген. Батыр Баян ол қазақ жұртының тәуелсіздігі үшін барлық өмірін арнаған. Батыр Баян Абылай ханның қолбасшысы болған, және оның бір қасиеті сатқындарды ешқашан кешірмейді. Ол ер жүрек батыр. Батырлығымен Абылай хан тек соған сенетін болған. Қазақтың батырларының бәрі қырандай болған, дегенмен Батыр Баянға жететін ешқайсысы болмаған. Ол өз елінің қаһарманы. Жырда дәлел бар ма оған? Я жырдың бастағында айтады. Абылай хан жорыққа осы Батыр Баянсыз шықпай қояды, я? Жақсы. Ол өз елінің қаһарманы, өз еліне қатты адал болған. Батырлығымен, тапқырлығымен Абылай ханның ерекше құрметіне бөленген, өте батыл жан. Өз елінің қаһарманы, өз еліне қатты адал. Ол тіпті өлер шағында елінің амандығы үшін қаза болған. Жақсы. Қатты адал деген сөзді өте адал деп ауыстырсақ, жақсы. Ал балалар, олай болса Батыр Баян туралы жырда қалай айтылды екен? Кім айтып береді? Абылай?
Алыстан екі қара көрді баян, кілеге қара бұлттай төнді баян. Ой жоқ боп, жүрек шоқ боп, құр екпін боп, сұңқардай сорғалаған келді баян. Қыз түгіл қаны бірге өз бауырын танымай қалғандай да болды баян. Байланған белде сала садағына қалшылдап қалды салды қолды баян. Ал жарайды олай болса, Тулыға тобының жұмысына баға берді дейді. Менің жұмыс жақсы жарайсыңдар, отыра қалыңдар. Қалқандарыңызды алайық. Еркежан, ала ғой. Ал енді балалар, біз сабағымыздың келесі кезеңіне өтейік. Біз топтық жұмысымызды жасап алдық. Енді бұл концептуалдық кесте, бұны жұп-жұбымызбен орындаймыз. Екі оқушы бір кестемен жұмыс жасайды. Олай болса, жылдан таратып бере қояйын. Мына жерде неше жұп шығар? Үшеу, екеуі бір жұп боласың, екеуі бір жұп, екеуі біреу. Сен үшеуге біреу бересің, не? Үшеуге біреу берейін. Үшеуге. Айолым мен Еркежанға, Даниял мен Аружан. Қазір мен бұны кішкене түсіндіріп кетейін, балалар, я? Алғаннан кейін ал қана қарайық балалар. Бізде белгілі концептуалдық кестеде біздің кейіпкерлеріміз кімдер еді? Мына жерге кейіпкерлеріміз жазамыз. Екінші, өмірге қызығушылығы. Әр адам өзі өмірге деген бір қызығушылығы болады, я? Бұл кісілердің қызығушылығы қандай болған екен? Соған аса назар аударамыз. Бұл жерде балалар оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтың көмегіне жүгінеміз. Келесі адамгершілік қасиеті. Осы жерде нақты мінезін табамыз. Түсінікті ма? Содан кейін үшіншісінде кейіпкерге деген пікірі. Өзіміз әрқайсымыз жеке пікіріміз. Мысалы, Сымбат пен Аяла өздерінің жеке пікірлерін жазады. Әр кейіпкер туралы. Жақсы, жұмысқа кірісейік. Тақтада дескрипторға назар аударсаңдар болады, балалар. Не істеу керексіздер? Мінездеме беру керексіздер. Сіздер мінездеме беріңдер жаңағы қызығушылығы. Енді шығармада кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинай аламыз. Ішіне іздейміз. Кейіпкер туралы өзіміздің ой пікірімізді айтамыз, я? Жылдан өтіп қалады. Нені жеңісте жүрсем деп айтады. Мысалы, сен қандай өмірге өзіңнің қызығушылығың қандай? Жырда кітаптың көмегімен жасаймыз, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтан хрестоматияны ашып, хрестоматияны жазсақ та болады. Балалар, хрестоматияда да көп материалдар бар, я? Маркермен жазу қажет жоқ, қазір ұямен қазір симайды, ручкамен жазу. Сенің өмірге деген қызығушылығың қандай, мысалы? Сен неге қалай қызығасың өмірге? Өздерің қалай қызығасыңдар? Сол адамның мына батыр баян, мына өмірде нені көкседі? Нені көкседі ол? Неге жеткісі келді? Жоқ, неге жеткісі келді? Елінің мүддесі үшін соғысқа шыққанды қадағары бармайды болады. Неше бір қыздың артынан оның да жақсылығы қандай? Сендер өмірге қалай ал балалар, олай болса назарды бері қарай аударайық. Бізде кім аяқтады жүптік жұмысты? Жақсы, ер жігіт пен Абылай орнымыздан тұрып, жұмысымызды қорғайық. Кестені қалай толтырдық? Кейіпкер баян, өмірге қызығушылығы, жеңіске жетсем, адамгершілік қасиеті, айлакерді кешірмеу. Кейіпкер туралы пікір.
Адалдығы соншама, батырлығы сатқындарды жек көреді. Ноян оны елдің жағдайы қызықтырған жоқ және Құралайға үйлену, өмірге деген қызығушылығы, адамгершілік қасиеті сатқын. Кейіпкер туралы пікіріміз: сіз қыз құмарсыз және аңқаусыз. Құралай өмірге қызығушылығы, әркімді алдап еліне қайту, адамгершілік қасиеті айлакер, сұм. Кейіпкер туралы пікіріміз: сұмырай, айлакер. Жақсы. Келесі кім? Керемет, жауаптарың жақсы. Енді осы жерде мен екеуіңе бір сұрақ қойғым келіп тұр. Егер де Ноянның орнында болсақ, Абылай мысалы, не істер едің? Өзіңді Ноянның орнына қойып көрші. Мен Құралайдың артынан өз еліне қарай бармайтын едім. Өйткені қыз алсам да ол біздің елде қалу қажет. Артынан кетпейтін еді. Артынан бармайтын. Керемет. Жақсы. Тағда дайын жүктар бар ма? Кімнікі дайын жұмысы? Келе ғой. Орында тұрып айта берейін. Біздің Даниял екеуміздің жасаған жұмысымыз. Кейіпкерлер: Батыр Баян, өмірге деген қызығушылығы. Батыр Баян өте еліне адал, адамгершілігі зор, сатқылықты, кешірімді болған. Батыр Баян адамгершілік қасиеті. Батыр Баян өте адал, батыр, өте кішіпейілі адам болған. Кейіпкер туралы пікірі: Батыр Баян ол өте батыр және өз еліне адал болған. Ноян өмірге көзқарасы өзгеріп, оның өмірге деген көзқарасын Құралай деген адам өзгерткен. Адамгершілік қасиеті: Ноян ол сатқын, оның көзі ғашықтыққа байланып қалған. Кейіпкер туралы пікірі: Ноян өте сатқын, өз ауылының еркесі. Құралай өте қол болған. Ноянның ғашығы, Ноянды алдап өз еліне алып келген. Адамгершілік қасиеті: оның адамгершілігі жоқ. Кейіпкер туралы пікірі: Құралай өте алдакер болған. Айлакер болған. Өзіңізді осы жерде тағы бір сұрақ. Мысалы, Аружан, өзіңе сұрақ. Өзіңді Құралайдың орнына қойып көрші. Қалмақтың қызы Құралайдың орнында болғанында қандай әрекет жасар еді? Егер мен қалмақтың қызы Құралайдың орнында болғанда, ешкімді сатпай, адамгершілігім өте мол, Ноянды алдамаушы едім, және де өте мейірімді, ақылды болушы. Жарайсың, Аружан, өте керемет. Жақсы, Еркежан мен кейіпкері. Бізде кейіпкер Батыр Баян, ол өмірге қызығушылығы. Бүкіл өмірін қазақ жұрты үшін өте қазақтың тәуелділігі үшін өз өмірін күреске арнаған. Адамгершілік қасиеті: өзінің тапқырлығымен, ептілігімен танылады. Кейіпкер туралы пікір: ол өз еліне адал, ержүрек, батыл. Ол ешқашан ешкімді сатпаған, өз елін барлығынан алып қалу үшін өзін құрбан еткен. Ноян өмірге деген қызығушылығы. Құралай Ноянның өмірге деген қызығушылығын өзгертті және де өзімен бірге өз еліне алып кетті. Адамгершілік қасиеті Ноянда адамгершілік қасиет жоқ, өйткені ол ғашықтықтан көзі байланып қалған, өте аңқау адам. Кейіпкер туралы пікірім: сатқын өз еліне берік болмады және де басқа елдің қызы үшін өз елін сатып кетуге дайын болды. Құралай өмірге қызығушылығы: ол өз елінің қамын ойлап қалған. Адамгершілік қасиеті:
оның адамгершілік қасиет жоқ, өйткені ол өз ел үшін адамдарды пайдаланып кетуге дайын болған және де айлакер болған. Кейіпкер туралы пікір. Өз қамын ойлап қалған айлакер адамдарды пайдаланып кетуге болатын адам. Жарайсыңдар, жақсы. Бірақ мен сендердің мына соңғы жақтағы Құралайға берген жаңағы адамгершілік қасиетіне аздап тоқталғым келіп тұр, иә? Өйткені балалар барлығымыз отыра қойыңдар. Құралайды сатқын, арам, сұмырай деп айтып жатырмыз, иә? Енді сол Құралайдың орнына өзіңді қойып көрші дегенде де сендер біздің елдің мүддесі арқылы сөйлеп жатсыңдар. Жоқ, мен олай жасамайтын едім. Егер де шын мәнінде бөтен елдің қолына біреудің қолына түсіп қалса, адамның басына түскен кезде, іс түскен кезде, ол міндетті түрде сол жерден шығудың қайтеді. Амалын іздейді. Менің ойымша, енді жеке пікірімізді айтып жатырмын, мен де пікірімді қосып кетсем. Менің ойымша, бұл жерде Құралай қыз сол жақтан аман шығудың амалын ойлап, барлық қулыққа барған секілді көрінеді. Қалай ойлайсыздар? Менің ойыммен келісетіндер бар ма? Кім келісе дейді менің ойыммен? Балалар, мен бір ескертіп кетейінші. Жаңағы концептуалдық кестені орындаған оқушылар төменгі жағына аты жөндерімізді жазып қояйық. Келесі, Маржан мен Кәусар. Кейіпкер Батыр Баян өмірге қызығушылығы, елінің мүддесі үшін жорыққа шықты. Адамгершілік қасиеті, айлакерді кешірмеу, өз елін сатып алып, Абылай ханның алаған батыры. Кейіпкер Ноян өмірге қызығушылығы, елдің жағдайы ойламайды, Құралайға үйлену. Адамгершілік қасиеті, сатқын, кейіпкер туралы пікір. Айлакер сатқын, ел жағдайын ойламайды. Құралай өмірге қызығушылығы, қазақ батырына үйленіп, олардың еліне шабуыл жасау, көзі ғашықтыққа байланған. Адамгершілік қасиеті, айлакер, сатқын, өзін ойлап қалған, арам, қу. Кейіпкер туралы пікірім, айлакер, өз дегенін орындайтын жан. Жақсы, нәркес. Кейіпкерлер Батыр Баян, Ноян, Құралай. Батыр Баян өмірге қызығушылығы, елінің мүддесі үшін күресті, адамгершілік қасиеті, қу адамдарды кешірмейді. Кейіпкер туралы пікірім, намысшыл, ашулы. Ноян өмірге қызығушылығы, тек қана Құралаймен бірге болуын ойлады. Адамгершілік қасиеті, өз елінің сатқыны. Кейіпкер туралы пікірі, өз елінің сатуы. Құралай өмірге қызығушылығы, өзіне еліне қайтуы, адамгершілік қасиеті, қу адам, айлакер. Кейіпкер туралы пікір, өзін ойлайтын. Алина мен Алихан орындады. Жақсы, жарайсыңдар, мал беріп жатқан. Аламандар. Келесі Нәркеспен Нұрдәулет. Кейіпкерлер Батыр Баян өмірге қызығушылығы, елін қорғағысы келді. Адамгершілік қасиеті, адамгершілігі мол. Кейіпкер туралы пікірің, ол қалмақтың қызына адал болды. Кейіпкер Құралай өмірге қызығушылығы, ол өте сатқын, бірақ ол өз еліне қайту үшін көптеген қиындықтарды жасады. Адамгершілік қасиеті, өте сатқын, шын ғашық болмады. Кейіпкер туралы пікіріңіз, Ноянды сатқындыққа итермеледі. Ноян Батыр өмірге қызығушылығы, Құралаймен бірге болғысы келді. Адамгершілік қасиеті, Құралайдан алданып қалды. Кейіпкер туралы пікірің, елінің сатқыны. Жақсы, келсеңіз ба, балалар? Жақсы, бағалар жетейін. Балалар, иә? Концептуалдық кестелеріңізді сосын жинап маған өткіземіз. Енді балалар, бағана бізге почта арқылы Мағжан атамыздан хат келген болатын, иә? Енді біз міне жырдың ортасынан да асып соңына қарай жақындап қалдық. Бүгінгі сабақтан алған әсеріміз бар. Немесе осы Батыр Баян поэмасын оқыған кездегі әсеріміз бар. Ішіндегі кейіпкерлер бар. Соның барлығын қоса отырып, Мағжан атамызға, яғни авторға хат жазайық. Авторға хат жазу үшін қолымыздағы ақпараттарымызды алайық. Қазір жылдам осы жерде авторымызға хат жазамыз. Осы поэмадағы алған білімімізді, поэмадан алған тәлім тәрбиемізді қоса отырып жазамыз.
Жеке әркім өзінше орындайды. Жеке жұмыс бұл. Жеке орындаймыз. Дәптерімізге жазсақ та болады, балалар. Біз жазамыз ба? Жазбағанда шу. Сағалайын ғой. Зарина, саған оқытам қазір. Ал балалар, авторға, яғни Мағжан Жұмабаев атамызға жазған хатымыз дайын болды ма екен? Кімнің хаты дайын? Кім оқиды? Нұрдәулет оқи ғой. Мағжан атамызға хат. Амансыз ба, Мағжан Жұмабаев ата? Мен сіздің батыр баян поэмаңызды оқыдым. Мен бұл өлеңнен көп ой түсіндім. Егер сіз тірі болсаңыз, сізбен кездескім келетін еді. Маған сіздің поэмаңыздан Құралайдың ноянды алдап сатып кеткені ұнамады. Хатты жазған Алаш баласы Нұрдәулет. Жақсы. Хатың дайын болса, конвертке салып қой, салып жібереміз. Келесі кім? Ержігіт па? Сала ғой конверттіңді. Сәлеметсіз, Мағжан Жұмабаев ата. Мен сіздің батыр баян поэмаңыз өте қатты ұнады. Мен сізбен кездескім келеді. Мағжан Жұмабаев ата, маған батыр баян поэмасында кейбір жерлер ұнамай қалып еді. Нақтырақ баян ноянды өлтірген жері. Бірақ бұл жерде сіздікі де дұрыс. Ноян өзі аңқау болды. Құралайдың айласа түсіп қалды. Бірақ не болса да сіздің батыр баян поэмаңызда маған өте қатты ұнады. Жақсы. Олай болса, хатыңды неге жәшікке саламын. Ал, кім екен тағы? Заринаның хаты дайын екен. Құрметті Мағжан Жұмабаев ата, сәлеметсіз ба? Маған сіздің батыр баян поэмаңыз өте қатты ұнады. Сізге осының бәрін әдемілеп түсінікті қылып жеткізгеніңізге үлкен рахмет. Хатты жазған Зарина. Жақсы, керемет. Хатыңды сала ғой жәшікке. Келесі неге оқимын дейді. Мағжан Жұмабаевқа хат. Сәлеметсіз бе, Мағжан ата? Мен сізбен өте кездескім келеді. Маған сіздің шығармаларыңыз ұнайды. Бізге қалдырып кеткен поэмаларыңыз керемет. Сізге көп-көп рахмет. Егер сіз тірі болғанда, бұдан да көп керемет поэмаларды оқитын едік. Мен сізге бұл хатты Төле би ауылынан жазып отырмын. Мерейден Мағжан атаға хат. Өте керемет жазған хат, я балалар? Солай ма? Жақсы. Хатыңды сала ғой. Так, келесі кім оқысыз? Алижанның хаты дайын екен. Құрметті Мағжан ата, мен осы батыр баян деген поэмаңызды оқыдым. Өте қызықты. Мен сіз тірі болғанда сізбен кездесіп басқа поэмаларыңызды оқитын едім. Алижаннан Мағжан атаға хат. Жақсы, сала ғой, хатыңды сала ғой. Келесі. Ал, Алинаның хатын оқиды. Қызық болып бар жатыр, я балар? Мағжан Жұмабаевқа хат. Сәлеметсіз бе, Мағжан ата? Егер сіз тірі болғанда мен сізбен көрсеткім келген. Сізге сұрақтар қойғым келеді. Маған сіздің батыр баян поэмаңыз өте ұнайды. Мен оны жаттап алдым. Бүгін біз батыр баян поэмасынан ашық сабақ өттік. Маған ашық сабақ өте қатты ұнады. Сізге рахмет бұндай поэма шығарғаныңызға. Сау болыңыз, хатты жазған Алина. Жақсы. Жақсы, керемет, отыра ғой. Өте керемет хатымызды салып болса, мен өздерімнің бағаларымды беріп шығайын. Ала ғой. Ал балалар, олай болса, хаттарымыздың барлығын жіберуге жәшікке салып болсаңыздар, мен осыған бағамды беріп кетейін. Ала қойыңдар. Тағы да кім оқып еді? Нұрдәулет оққан. Ала ғой. Білім қалқаны бұл. Тағы кім оқыды? Алижан. Жақсы. Ержігіт пен Алижан. Және дулыға тобынан бір оқушыға оқытсам деп тұрмын. Қалай қарайсыздар? Жақсы, Дания оқиға. Бес арыстың бірі Мағжан атаға хат. Ассалаумағалейкум, Мағжан ата. Сіз әлі тірі болғанда сіздің өлеңдеріңізді тыңдайтын едік. Сіздің маған мен жастарға сенемін өлеңдеріңіз өте қатты ұнады. Себебі мен оны жастайымнан жаттап келе жатырмын. Сіздің батыр баян поэмаңызда
Батыр баянның істегені дұрыс болды. Өйткені Ноян өз елін қыз үшін сатып кетті. Сіздің қайратты рухты өлеңдеріңіз бізге рух береді. Жақсы, қатыңды жәшікке сала қой апай. Жағымды ала. Жақсы, өте керемет балалар. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Бұл сөздерді Мағжан Жұмабаев атамыз айтып кеткен. Ал балалар, біз бүгінгі сабағымыздың соңына да жетіп қалдық. Олай болса, алдарыңызда тұрған рефлексия пирамидасына назар аударайық. Жаңа мен алдарына таратып берген стикерлерге бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді, өздеріңе түйген ойларыңды, үйренген, біліп тоқығандарыңды жазып әкеп, осы пирамидаға әкеп білсеңдер болады. Енді осы жерде бір нәрсені түсіндіре өтсем, кез келген қамалдың, үйдің, кез келген құрылыстың мықты болып көтерілу үшін оның іргетасы мықты болу керек. Сондықтан, егер де осы сабақтан жақсы, керемет әсер алған болатын болсақ, өзіміздің стикерлерімізді ең соңғы іргетасына жабыстырамыз. Сөйтіп, ары қарай, үйренгім келетін дүние болса, оны ең жоғарғы жағына қарай жапсырсақ болады. Түсінікті болса, жылдамдатып стикерге өзіміздің пікірлерімізді жазып берейік. Ал балалар, пікірімізді жазып болса, рефлексия пирамидасына барып жапсыра береді. Бір-бірден, асықпай, бәрімізді сөйлегеніміз, бір-бірімізді сыйлап, жол берейік. Одан, болды, жүрегі кетереді. Дайын тұрамыз, әшін, дайын тұрамыз. Жақсы. Онда жүрмесе шаңдар. Екі рет басын. Барлығымыз төрт кері іліп жатырмыз ба, өте келеді. Міне балалар, біз бүгін сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Орнына барамыз, орнына. Мына жерде сендердің бір-екі кері байланыстарымды болып көрсем, мен осы сабақта біраз нәрсе үйрендім. Осы ашық сабақ қатты ұнады дейді. Келесі, екінші кезеңге жазыпты. Мен Батыр баян поэмасын толықтай түсіндім. Өте керемет поэма. Бұл поэмасын жазған Жұмабаев атаға рахмет айтамын дейді. Керемет. Келесі, ең жоғары жаққа қойғанды оқып көрейік. Мен Мағжан атамыз бойынша көбірек мәлімет алғым келеді дейді. Өте керемет балалар. Біз келесі сабақта тағы да осы Мағжан Жұмабаев атамыз туралы фильм көріп, ары қарай білімімізді толықтыратын боламыз. Келесі оқушымыз Баян поэмасы өте керемет поэма. Адами қасиеттер қандай екенін білдім дейді. Және бұл сабақ өте керемет болды дейді. Өте жақсы балалар. Кері байланыстарына көп рахмет. Батыр баян поэмасын білдім. Ноянның елін сатуы дейді. Осы балаға ұнамаған болу керек. Өте керемет. Жарайсыңдар балалар. Күнделіктерімізді ашып, үйге тапсырма жазып алайық. Үйге берілетін тапсырма Батыр баян поэмасындағы тарихи тұлғалар туралы мәліметтер жинап келу. Кітапханамыздағы
энциклопедиялардан немесе ғаламтор желісінен мәліметтер алсақ болады. Жылдамдап жазып алайық. Олай болса, балалар, бүгін сабағымыз өз мәресіне жетті, біз де мақсатымызға жеттік. Олай болса, бүгінгі сабақта белсене қатысып отырған оқушыларымызды бағалап жіберейік. Бізде Абылай. Абылай, қанша қалқан жинадың сабақта? 3 қалқан жинады, жақсы. Мен жаңа дискриптті айтып кеткен болатынмын, я? Бірінші тапсырмада 1 балл, одан кейінгі тапсырмаларда 3 балдан қойылған. Яғни, өзіңде 9 балл. Жақсы, тағы кімде қанша қалқан жиналды? Мирзада? Менде 3 қалқан жиналды. 3 қалқан жиналды. Жақсы, 9 балл алдық. Менде де 3 қалқан. 3 қалқан, жақсы. 9 балл. Менде де 3 қалқан. 9 балл, жақсы. Кәусар? Менде де 3 қалқан жиналды. Жақсы, 9 балдан алып отырмыз, я, балалар? Өте керемет. Сау болыңдар. Сау. Аман болыңдар.